жойылған жұрттың ұлттығы еш уақыт адам құрымай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегенде, әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Ахмет Байтұрсынов. Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас, қамын ойлағандай тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлауымыз керек. Ахмет Байтұрсынов, оқуға кел. Балалар, оқуға бар, атпа қарап, жұмыт киімде шапшаңырақ. Шақырды тауық, міне әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырақ. Адамда, ұшқан құста, үрген анда, жұмыс істеп тұрған жоқ ешбір жанында. Кішкене қоңызда жүр жүгін сүйреп, барада ара ұшып балға. Күн ашық, тоғай ашат, үнжін орман. Оянды, жан мақоқ түнде қонған. Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ дауысы, сайрағы сарқылдақтың сыңғырлаған. Өдінде балықшар ау қарап жүр. Тоғайда орақ дауысы шаң-шын орап. Алып, ал кітапты қолдарына, құлдарын құдай сүймес жалқау болған. Ахмет Байтұрсынов, алтыда бісміллә деп мыңдатқа. Алтыда бісміллә деп мыңдатқа, той істеп, етін асып, қылып отқа, қалқайтып, қарақшыдай, қуаныш қып, жеткен ата-ананы бір мұратқа. Дер көшсе, шеше байғы жүр жетелеп, жүрмейді бота болса еш төтелеп. Жең жалба, етік қисық, тоқым жыртық, түсеміз аттан әрең, сонда еркелеп. Болған соң жақып бекіп, жылқай дастық, қолыңды үлкендеріне бір байластық. Желі де шырақ қашқа құлын болса, ит қосып, ұран